бабамыздың дуадақшысы қажы алаштың ардақтысы жаңағы халық қаһарманы дейміз ғой, бұл кісінің батыр кесенесіне бір жақындап қалдық. Дау сайын даланы кесіп өтіп, қазақ даласындағы қара кірпіштен салынған ең биік кесене осы Балтабек бабамыздікі. Жол ауырлау болды, кәлия қырылмаған, аман есен жеттік. Міне Балтабек қажының соңғы мекеніне. Бүгінгі таңда бұл кісінің міне мазары қазір құлаудың азақ алдында тұр. Енді осы мазарды сақтап қалу керек. Бұл тарихи орын. Бұл кісі қазақ халқына деген еңбек сіңген тұлға ретінде бұны сақтап қалмасқа болмайды. Өйткені айтып отырмын ғой жаңағы. Сол жаңағы қазақ халқының жаңағы егемендігін, тәуелсіздігін алуға бұл кісінің жасаған еңбектері орасан зор болып тұр да, бүгінгі таңда енді біліп жатыр халық. Соны мынау арттағы ұрпақтарға жеткізу керек, қалдыру керек.
қазақ халқына еңбек сіңген адам, жаңағы ел болып, жұрт болып, біз мына тарихи мәдени мұраларымызды сақтауымыз керек қой. Жаңағы халыққа келтіре алмасақ та, бір жақсы жағдайға келтіріп қойымыз керек қой мына. Мынау тарихи орын ғой. Және тарихи мәдени мұра ғой бұл. Қалайда енді ел болып, жұрт болып, осы кесенелерді қалпына келтіріп, мәдени мұра ретінде, тарихи мұра ретінде кейінгі ұрпаққа қалдыратындай жағдайға келтірсек. Соған ел, жұрт атсалысса екен, жаңағы бұл кісінің еңбегін білсе екен. Енді бұл азаткерлер үлкен династия. Анау Меңлібай атамыздан басталады, Меңей дейді. Балалары Түгелбай, одан жаңағы Қондығұл, бәрі батыр адамдар болған. Қондығұлдан Қазбек батыр, Қазбек батырдан Шынтемір, Шынеке батырлар, қазылар жаңағы. Одан Шәріп Мерген, Райып қажы. Осы кісілердің бәрі өмір бойы осы қазақ халқының қамын жеп, шейіт болған адамдар. Жанын аямай, ел үшін, ұлт үшін соғысып, міне әр төбенің басында қалған біздің хас батыр бабаларымыз. Бұл жаңағы біздің ғана бабамыз емес, бұл ұлттың бабасы. Рудыкі, жаңағы тайпаныкі емес, жүздің батырлар емес. Барлығы бас қосып, осында қазақтың сайын даласын алып қалған батырлар осы кісілер.